Ассалаумағалейкум, құрметті қазақ елі, құрметті менің тыңдаушыларым. Бүгін мен сіздермен өзімнің арнамда біраз мәселелерді Ресей Федерациясының әскери тарих бірлестігі филиалы біздің Қазақстанымызда Алматыда ашылғаны туралы өзімнің ой пікірімді айтайын. Біріншіден өзімнің арнамда жазылған адамдарға мында бір рахмет. Осы бұл мәселе туралы барлық менің тыңдаушылар көбі осы өзінің ой пікіріні осы жағдайға комментарийға жазған. Қазіргі уақытта 34 мың осы салада жазылған видеоны қарады. 3,5 мың адам лайк салып, 2400 мың адам өздері комментария жазды. Осы комментарийға қараса, көбісі біздің азаматтарымыз ашылған бірлестік туралы айтатын сөздері, неге біздің барлық арнайы органдар біздің мемлекетіміздің осы салада идеология жағынан, патриоттық жағынан жұмыс атқаратын министрлігі, қорғаныс министрлігі, ұлттық қауіпсіздік комитет жағынан ешқандай жұмыс атқармай жатыр. Мен ойымша бұл 100% дұрыс емес. Біраз жұмыстарымыз осы жағынан біздің органдарымыз атқарып жатыр. Барлығын олар айтуға құқығы жоқ. Негізі осы жағдай туралы қазіргі уақытта көп азаматтар өздерінің ой пікірін айтып жатқанына біз көріп жатырмыз. Қандай біздің азаматтар идеология жағынан, патриоттық жағынан, біздің тіл жағынан, жер жағынан айтса, көбісі осыған өздерінің ойынды жазып жатыр, айтып жатыр. Осы менің ойымша бұл жақсы жағдай. Негізі осындай солтүстік жағынан біздің көршіміз жұмысты бұрын Украинада атқарып жатқан, қазіргі уақытта Украина жағына келешекте олар сол жағында өздерінің жұмысын атқарып, бітіріп, орталық Азия көз қарасын бұрып жатыр көбісі. Олар біріншіден біздің Қазақстанымызға өздерінің ой пікірін кіргізбей, ары қарай қолы жетпейді. Негізі біздің Қазақстанымыз үлкен. Қазақстанымызда қазіргі уақытта 34 жыл тәуелсіздік уақытымызда көбісі осы жастарымыз 30-тан асқан адамдар, ешқандай кеңес мемлекеті көрмеген адамдар. Олар біздің тәуелсіз Қазақстанда туған, осында өздерінің білім алып, біздің мектептерде оқып, университеттерді бітіріп, олардың өздерінің Қазақстанымыздың келешегіне көз қарасы оларда ақсақалдарымызға, кеңес мемлекетте туған, өмір сүрген адамдарға бөлек. Негізі біздің жастарымыз өзіміздің Қазақстанымыздың тәуелсіздік уақытында өмір сүріп жүріп, өздерінің тәуелсіз мемлекетіне кедергі жасайтын мемлекеттерге, менің ойымша, 100% қарсы шығады. Осындай жаман уақытта біздің азаматтарымыз бірігіп шығады. Менің 100% соған сенімдімін. Сонымен осы Ресей Федерациясының әскери тарих бірлестігінің филиалы Қазақстандағы ашылған жол бермейік, ол бізге керек жоқ. Біздің Қазақстанымызда өздеріміздің осы жақта әскери адамдар жұмысты атқарып жатыр. Біздің әскери тарих жағынан докторлар, біздің ғалымдарымыз бар. Осы жақта өздерінің жұмысын атқарып жатыр. Сонымен біздің жастарымыздың ойдарына біздің барлық Қазақстанымыздың осы шетел мемлекеттердің арнайы органдар өздерінің ой пікірінде қазіргі уақытта біздің мемлекет органдарға, біздің білім жағынан ойдарын тарихқа кіргізу үшін осындай бір шетелдіктің әскери тарихтың бірлестігінің филиалдары ашып жатыр. Олар өздері жай адамдар өздерінің жұмысын атқара алмайды. Негізі олардың артында шетел мемлекеттердің
арнайы органдар тұрып, содан бізден сұрағымыз шығып жатыр. Неге біз өзіміздің осындай ашылған бірлестігімізге көмек жасамаймыз, өздеріміз ой пікірімізді біздің халыққа өткізбейміз, соның жағынан көмекті көрсетпей жұмысты атқара алмаймыз. Сонымен сондай біздің азаматтардан сұрақтар келіп жатыр. Құрметті біздің мемлекет органдар қызметшілері осы жағдайға қарап өздеріңіздің ой пікіріңізді бұрыңыз. Біздің мемлекетіміздің тәуелсіздігіміздің нығайту үшін. Сау саламатта болыңыздар.